Больницада жатыр едім, ораза ұстасам бола ма? Қалай аурумен жатырсыз? Не үшін жатырсыз? Мәселе соған байланысты. Бүгін ораза ұстамадым, ертеңінен бастасам болады ма? Болады алтыным. Тіс емдетуге болады ма? Болады. Обезболивающий салдырады. Салдыра берсін, оразаны бұзбайды. Мен ораза гинекологқа тексерілуге бола ма? Болады. Гинеколог оразаны бұзбайды. Тек қана жаңағы медициналық процедуралардың ішінде спринцование жасаса, немесе клизма жасаса ораза бұзылады. Басқа уақытта ораза бұзылмайды. Жай осмотрға ораза бұзылмайды. Дәрі ішсе бұзыла ма? Бұзылады. Ауырып қалып 2-3 күн өткізіп алса қалай өтеу керек? Ауырған жазғаннан кейін 2-3 күн өтеуіңізге тура келеді. Бөпем 10 айлық емеді, күйеуім рұқсат бермеді ораза ұстауға, күнә ма? Ұстамадым. Кейін айттан кейін ұстай. Балаңыз 10 айлық ба? 2 жастан кейін ұстайсыз. 2 жасқа толады, содан кейін ұстайсыз, мойныңызда тұра береді потом. 2 күн бұрын отравление болдым. Енді оразаға шамам келмейтінін біле тұра ұстадым. Бұған не дейсіз? Қалай енді? Менде кеше алдың күн отравление болдым, ештеңке жоқ. Ұстадым. Не істейін еді? Аузым кеуіп, шөлдеп әрең отырмын. Обезвоживание болып құсып. Ештеңе етпейді. Адамбыз, пендеміз бәріміз. Ауырамыз, Алла қуат берсін. Енді сәпсем, басың айналып, құлап атсаң, онда ұстауға болмайды енді. Онда өмір сақтаңыз. Қан тапсыруға бола ма? Қан тапсыру оразаны бұзбайды, бірақ қан тапсырған кезде әлсіреп, қиналатын болып, басың айналып құлайтын болсаң, макрух бөледі, арамға дейін арғары өтіп кетуі ықтимал. Жел шықса ішкі дәрет бұзыла ма? Бұзылмайды. Сыртқы дәрет бұзылады, сырт дәреті аласыз. Енді ішкі дәретті өзің жұлғың келсе, тазалық, гигиена жақсы нәрсе. Кірпік ерін бораса боянсаң, оразан бұзыла ма? Бұзылмайды. Таңғы 5-ке дейін тамақ жеуге болады дейді, сол үшін ба? Қай жеріңіз? Қай жерденсіз? Әр жерлері қалай ғой? Бүгін түнде тұрмаппын. Азанда ниет қылып ештеңе жемедім. Олай бола ма? Жатады, оразаға жатады. Қабыл болсын жаным. Мысалы, сіз ұйықтап қалдыңыз. Бүгін мысалы ұстадыңыз, ұстамадыңыз. Ертең ұстайым дедіңіз, мысалы түсіндірейін. Ертең сәлесіне ұйықтап қалдыңыз. Ертең ояндың, уже таң білініп кетті. Сағат 5-ке дейін тамақ жеу керек болса, сіз 6-да ояндыңыз. Болды, тамақ жемейсіз, ораза ұстауға ниет еттім дейсіз, ары қарай кете береді болды. Сәресінде дұға араб тілінде оқысақ дұрыс па, немесе қазақша оқиық берейік па? Жансая қазақша оқи беріңіз. Біз қазақпыз. Я Алла, сенің ризалығың үшін ораза ұстауға ниет қылдым. Саған тәуекел еттім. Менің мынандай тілегімді қабыл ет. Оразамды қабыл ет. Аллаху акбар де, болды сәмен. Қазақша айта беремін. Етекер келсе бұзыла ма? Бұзылады. Мұрынға дәрі себу. Мұрынға дәрі сепкен кезде 2 түрлі болады. Мұрынның мына танауға дейін осы жерге мұрынға ғана себілсе, және ол жұтылмаса, ораза бұзылмайды. Яки болмаса басыңды төмен ұстап себесің, басыңды төмен. Сонда мына жерден қайтатын дәрі болса, танауды ашатын. Онда ол оразаны бұзбайды. Егер сен сепкен дәрі сол себу арқылы мұрынның ішіне мынанша тығып жіберіп, содан кейін сепсең, ол мынадан өтіп тамаққа келген кезде тамшы болса, капля күйінде, жиналып капля күйінде жұтатындай болып иіс дәм кезде ораза бұзылады. Система оразаны бұза ма? Бұзбайды. Егер витамин болмаса. Моншаға барса бола ма? Монша негізі ләззат үкімінде болса әдепсіздік болады. Егер қажеттілік болса жуыну үшін онда болады. Оразаны бұзбайды. Тек қана су кіріп кетпеу керек, ауызға, мұрынға. Күйеуім арамыз бұзылып кетті. Босанғаннан кейін қалпына келе ме мінез күйеуім? Келеді. Сабыр берсін, Аллах Тағала сабыр берсін, өз орнына келеді. Ассалаумағалейкум. Қақеңіз аға. Өтімді алып тастадым, ораза ұстауға бола ма? Өтіңізді алып тастасаңыз, дәрігермен кеңесіз. Қандай мәселе? Өз отбасы жөнінде сіз мақұлдасып кеңес сөйледім. Айта беріңіз. Әйеліміз ажырасқан еді, соның өзін себепкер болып өзімізді бір ақыл көмек сұрап кеткен едік. Әйел кетті ма? Қанша баламен кетті? 7 бала. Не көрінді? Не үшін ажырасты? 7 баланы кім бағады? 7 балаға әке керек емес пе? Не болды, неге ажырасасыз? Ажырасқанда менде тап-таза емес, Сіз тап-таза емессіз, сіз именно таза емессіз. 7 баладан кейін
айналдым ағасы. 7 баланың тағдыры ойыншық па? 7 баладан кейін уже махаббат та керек жоқ. 7 баладан кейін любовь та керек жоқ. 7 баладан кейін 7 баланы өсіру керек. Қайда кетті әке? Ертең балалар әкеміз десе не болады? Сіз сыртта жүріп ақша бергеннен әке болмайсыз. Әйелмен, бері қараңыз, әйел адам салғыласады. Или әйел болып кеткен адам салғыласады. Әйелмен еркек адам салғыласпайды ағасы. 30 күн оразада әлі де болса да, мүмкіншілік болса, ол жерде әйел виноват болсын. Виноват. Мен айтып тұрмын ғой, әйел виноват болса да сіз виноватсыз. Неге? Өйткені сіз ер адамсыз. Ер адам анау еңкейе білу керек, түсіне білу керек аға. Енді 7 бала. Маған келеді кер жоқ, әйелге барыңыз. Сол әйелге барып кешірім сұраңыз. Тұрып, отырып, жатып маған десең. Есік алдында босағасына жатып алыңыз. Ата-анасына барып жатып алыңыз. Мені кешір. Не үшін кетті? Бекер емес қой, ұрдыңыз ба? Енді. Бекер кеткен жоқ, не себеп бар? Тоқал алдыңыз, қатын қылыңыз. Не болды? Жоқ, ондай жоқ. Енді, не мәселе? Арақ? Арақты. Арақ қоя ма жүрсіз? Жоқ, ондай емес қой. Енді. 5 уақыт намаз оқып отырмын. Намаз оқып қалай арақ ішесіз? Жоқ, ол алдым болған кезде ғой. Жоқ, енді. Проблема не үшін, әйел не деп кетті айтыңызшы? Не кінәрат тақты сізге? Маған кінәрат тақты, сол арақ ішесін бол айтатын сол. Жоқ, мүмкін емес. Қызбен жүрдім деп айтпайды маған. Басқа қыз кетті деп айтпайды. Қазір сіз намаз оқимын деп тұрсыз ғой, намаз әлі арасына ішіп қойып жатсыз ба? Қалай отыр? Жоқ, оқып жатырмын. Жоқ, енді қалай ішіп? 8 жыл оқыдым да нөл. Соны ішіп кеттіңіз. Кейін анау коронавирус деді. Сонымен содан. Түріңізге қарасам жатып ішетін алкашқа ұқсамайсыз ғой? Жоқ, қазір біраз болды ғой. Қойғаныңызға біраз болды ма? Біраз болды. Намаз оқып жатырмын. Онда былай қыл. Қанша болды кеткенде? 7 ай болды. 7 ай болды. Оразаны құлшылықпен атқарыңыз, ешқайда шықпаңыз. Оразада кешірім сұрап жазып жіберіңіз, сообщение. Сөйлесіп тұрасыз ба? Ол былай мен өзім Шымкенттемін. Шымкентте Сарыағаштамыз. Ол Астанаға келіп қалған. Енді сіздің осы жерге де келіп суретке түсіпті баламмен бірге. Мен өз маған алып келіңіз, мен өзім сөйлесем. Әйелмен сөйлестім. Барып сөйлесек, ақыл айтайық. Мен келем деді ма? Кісінің алдында сөзім берем. Келем деп. Алып келіңіз. Болды, алып келіңіз. Болды, жақсы. Осында болам, алып келіңіз. Ертең түске дейін. Ертең түске дейін. Жақсы. Біз кеп қаланша бір жарты сағат, бір сағаттарда. Қазір ма? Кеп қалмайсыз ба? Келсін. Жақсы, келе берсін. Сағыз шайнауға бола ма? Сағыз мәкрух болады. Егер дәмді сағыз болса, свежий упаковкасы оразаны бұзады. Енді сағыздың бәрінде дәм бар, сондықтан оразаны бұзады. Ал енді құлақтың астындағы, столдың астындағы бір жыл бұрынғы сағызды, біреудің түкіріп тастаған сағызын алып шайнасаң, енді сонда аппетитің ашылып тұрса, енді ол да ашылуға барады. Барда жұмыс істеген адамға ораза ұстауға бола ма? Кеше біреу жазады, туалетте жұмыс істеймін, ораза ұстасам бола ма? Болады жаным. Туалетте де болады, барда да болады. Бірақ ол істің, арақ құйғаның, ол жерде істеген істің күнә, ол басқа вопрос, ол басқа мәселе. Бірақ ораза қабыл бола ма? Ораза қабыл болады. Маңызды тест күні бір күнге ашуға бола ма дейді. Мен бүгін жұмысым бар, мен бүгін қонақ бар, мен қыдырамын, бүгін ұстамаймын. Оны сен бүгін ұстай аламын, бүгін ұстаймын, ертең ұстаймын. Қадір түні қай күнге қоясың сен? Айт намазды қай күні оқисың? Желательно мен өзім қалам деген бола ма? Болмайды андай жаным. Ондай болма, айтпата. Ондай болмайды. Бірақ бәріміз асын. Жақсы. Жүрегім жарылып кетейін еді ғой. Сәлеметсіз бе? Мен таңертең аз тамақ жеп алып дейді, күні бойы ішім ауырды. Қазір тамақ жеп алсам дұрыс па? Тамақ жеп алсаң, қазір ораза бұзылады. Сен шыда, жат кішкене.
Аузың берік кезде дәрі дәрмек ішуге бола ма? Ораза бұзылмай ма? Ораза бұзылады жаным. Ассалаумағалейкум аға, ауыз бекітуге тұрмадым, ауыз бекітуге дұғасын оқымадым, ораза жалғаса бере ма? Ниет қылсаң, кеше ниет қылып жатқанда ниет қылсаң, мен ертең ораза ұстаймын деп жатсаң, сол тұра алмай қалсаң, ораза жалғаса береді. Бірақ оянған кезде қай уақыт ояның? Бүгін ораза жалғастырамын деп ұстап кетіп ниет қыла бер. Пітір садақаны 640-тен бекітіпті, соны бермесе, Алла сауаптан жазбай ма дейді? Жоқ, жазады. Жоқ, ол өлсең де тірілсең де бер деген ондай әңгіме жоқ. Шамаңызға қарайсыз, жағдайыңызға қаратын нәрсе. Мысалы, мен 5 мезгіл намаз оқымаймын, бірақ тахаджуд оқығым келеді, бола ма дейді. Сіз былай деп атсыздар? Қалай қазір көрсетейін сізге. Мынау шариғаттың кітабы дейді, Құран деп айтайық, мысалы. Сіз мына жерін істеймін, мына жерін істемеймін. Мынау маған ұнамайды. Мына жерін ладно істеймін. Мынау ше, бұны өткізіп жіберші істемеймін. Сонда сен сонда өзіңе ұнағанын ұстайсың, тахаджуд оқығың келеді. 5 уақыт оқығың келмейді. Неге өйткен тахаджудта дұға тілейсің, өз арманың жетесің. Сонда саған ұнайтын нәрсені істей берсең, онда дін болмайды ғой. Онда діннің керегі не онда? Әркім өз білгенін істей берсе, маған мынау ұнайды, мынау ұнамайды деген бола ма? Ол дін саған маған ұнау шарт емес, ол бұйрық Алланың. Болды, тағалды. Жөтеліп жүрсем, қайда кетті? Күйеуің садақа беріп жатқан болса, әйелі, яғни бізге тие ме сауабы дейді? Әлбетте тиеді. Сіз ол садақасына мұқтаж емессіз. Мен сізге былай деп айтайын. Сіз сол күйеуіңіздің адал жары болып, жақсы қызметінде болып, соның ыстық тамағын пісіріп, мына бір көйлегін жейдесін жуғаныңыз үшін 1000 Меккеге барғанның, 1000 құлды азат еткеннің, 1000даған мешіт салғанның сауабын әйел адам былай алып қоясыздар. Оның берген 700 теңгесіне қызықпай ақ қой, 640 теңгесіне. Ол берсе берер, бермесе, сіз сол Алла Тағала Құранда берген ар-риджалу қауамуна аля ниса, ер адамның дәрежесін Алла осы аятпен көтерген. Сол Алланың бұйырғанын сіз мойын ұсынып, еріңіздің қызметінде болу, содан артық сіз үшін садақа жоқ. Ораза кезде темекі шексе бола ма? Ораза кезде күндіз темекі шексеңіз оразаңыз бұзылады. Кешке енді бұл арам нәрсе, бұны қою керек. Енді қоя алмай жатсың. Енді қазір саған жоқ шекпе десем, сен онда темекін тастағанша оразаны тастай салайын дейтіндей ахуалда болсаң, онда біз айтамыз ораза ұстай бер дейміз. Барып қойып кетесің деп айтамыз. Неше күнде пітір садақаны беруге болады? Ең соңғы айт намаз оқылғанша, 30-шы күні, яғни 1-ші күні айт бітеді, сол айт намаз оқылғанша беріліп біту керек. Өңеште эрозия болған, ем алып болдым, эрозия жазылды, ораза ұстауға бола ма? Алла шипа берсін, дәрігермен кеңесіңіз, тағы да бір рет. Бірақ мен айтайын дегенім, адам өзін жақсы біледі. Мысалы, сен 1-2 сағат аш қалсаң, бір жартысы күн, бір күн тамақ ішпей қалсаң, әркім әрқалай көтереді да. Сондықтан ахуалға қарап көріңіз. Қалайсыз? Үнемі өзім шаршап, қорқынышта тез берілемін. Қандай амал жасауға болады дейді. Сізге руқия оқып қою керек. Аятыл күрсі, Фатиха, Ихлас, Нас сүрелерін өзіңіз оқып жүріңіз. Ішімдік ішкенге 10 күн болды. Ораза ұстап кетуге бола ма? Болады, ұстай бер. Мен бөлек шыққан балаларым семьясына садақа берсек бола ма? Бөлек шықты деп айтып тұрсыз. Яғни ол бөлек шаңырақ. Бөлек шаңырақ болғаннан кейін ол бөлек кеткен адам ол өзі ұстайды, өзі береді. Сіз балаңызға дұға қылыңыз, қайта тілек қылыңыз, Оразаны өтемей қойса бола ма? Әйел адамға қарыз оразаны, мойнында қарыз болады, өтеледі. Егер мүмкіншілігі болмай, содан ары қарай қартайып, ұлғайып, жасы ұлғайып ұстай алмай қалса, иншалла Құдайдың кешірімі болады. Егер жолдасым қамтамасыз етпесе, 2 баламыз бар, балаларымды өзім қамтамасыз етіп жүрмін, не айтасыз?
енді қамтамасыз етпесе не істейсіз, өлтірмейсіз ғой баланы аштан, детдомға өткізбейсіз. Сондықтан қамтамасыз етесіз. Алла разы болсын сізге, Құдай күш қуат берсін. Анау кеткен әкесіне Құдайым сана берсін. Аман есен енді оралып ақылына келіп сіздің маңайыңызға қайтсын. Егер сондай мүмкіншілік болса, келіп жатса сіз де қабылдаңыз. Шатаспайтын адам болмайды, қателеспейтін пенде болмайды. Сондықтан мейірімді болыңыз. Хайыз күндері ораза күндері жоқ. Хайыз келген күні болды, етек келген күні ораза тоқтайды. Сразу, мгновенно. Сол күнгі ораза қаза болады. Қарыз оразаны қашанға дейін өтеуге болады? Өлгенше. Ауыз бекіткен көз кірмей, ауыз бекітіп, сосын су ішсе бола ма дейді? Көз кірмей. Ауызы бекітетін уақыты келмей, ауыз бекітіп, сосын су ішуге бола ма? Болады. Мысалы, мен бүгін таңғы эфирде осы туралы айттым. Мына жерден подписаться дегенді бассаңыздар, Инстаграмға жазыласыздар. Инстаграмда күнде таңғы сағат 4-те тікелей эфирде шығам, сәресі ораза бекітетін кісілер Инстаграмда таңғы 4-те қоссаңыздар, мен осылай тікелей сұраққа жауап беремін сіздерге. Содан кейін күнде кешкі эфир болады бізде. Енді сіз бекітетін уақыт келді, бекітетін уақыт қараңыз, сағат 5-те, сіз 4-те бекіттіңіз, дұғасын оқып қойдыңыз. Одан кейін әлі 1 сағат уақыт бар. Су ішсем бола ма десе, болады деп айтамыз. Іше бер. Өйткені уақытпен бекітіледі ауыз, Грипп болып, ауырып, жөтел болса, ораза міндет бола ма? Жағдайға қарайды. Ла юкеллифуллаху нафсан илля усаха. Алла қолдан келмеген нәрсені жүктемейді. Шамаңызға қарайсыз. Мен бүгін ораза ұстай алмадым. Бүгіннен бастасам боламын. Ертеңнен бастайсыз. Босанғалы, көремі қалдым. Ұрық шығару оразаны бұзама. Өз қолыңмен шығарсаң, өзіңді зорлап шығарсаң, мясорубкамен шығарсаң, әйтеуір не керек, өзің соған кіріптар болсаң, ораза бұзылады. Ал өздігінен өзі ұйықтап атқандай шығып кетсе, цветной түстер көріп, онда кетті. Онда ораза бұзылмайды. Ғұсыл аласың. Суррогатное материнство шариғатта материнство, суррогатный, донорский сперма өткізу, ұрық өткізу бәрі арам. Мұсылманға рұқсат етілмейді о нәрсе.